конкретно. Қаншаға бересің, реально айтшы. 9,5. Бірақ 9,5 болғанда енді конкретно келістіріп берсінші бауыр. О, по-любому қазір мен сенен вложение тауып аламын, конкретно айтайын бауыр. Таппайсың? Жоқ, таппағанда ол жаңа машина емес қой, бәрібір тауып аламын конкретно бауыр. 9-да 3. 9-да 3 болғанда давай бауырым бүйтейік. Мәште базар жоқ енді, ұнады. Енді кем кетігі бар, по-любому ше. Давай одан да. Малым соңға кетті. 7,5. Жоқ, болмайды. 9. Жоқ, 7,5-ға бер бауырым, конкретно алып кетейін, ақша бар міне. Қазір задатыгын тастап кетем, ертең Жоқ, темейді онда. Состоян зың. Жоқ, зың болғанда тауып беремін саған ше, конкретно. Тапсың. Жоқ, мотор коробкасынан әңгіме жоқ, мынаның коробкасы өтті өлік машина негізі бауырым, айтайын саған. Коробкасы кетіп қалады, мынаның ше, американстардың. Мынаның жанында бар ғой, Lexus GS300 жақсы, мынаның жанында бар. Серьезно айтайын бауырым. Toyota по-любому. Жоқ, Toyota по-любому болғанда Toyota базар жоқ, Toyota жақсы. Именно Camry американстар бар ғой. Анау менің айдап жүрген GS300-ның жанында өлік негізі бар ғой. Коробкасы кетіп қалады мынаның бауырым. Жоқ, жетпейді бұған. Жоқ, 7,5-ға бер конкретно соңғы айдап кетем бауырым. Конкретно мен саған енді пантик берейін деп тұрған жоқпын. 7,5 миллионда болды. Алсаң алмасаң кеттік. Жоқ, 7,5 миллионда ақша ғой бауырым, конкретно айтайын. Жоқ, әңгіме жоқ, айдап көрдім, жүрісі бәрі ұнады. Бірақ енді по-любому вложение шығады ғой. Қазір тексеретін болсам. Тексерсең жоқ деймін, тексерші ал. Май жима конкретно айтшы бауырым. Жемейді. Жоқ, жемейді деп айта береді бәрі конкретно. Зың. Сөйтейік бауырым конкретно. Міне уже крашенный на крыло. Көрдің ба, мына крыло крашенный например. Давай бүйтейік бауырым. Қазір мен мынаны қарамай-ақ қояйын конкретно ше. Мен по-любому шпаклевка тауып аламын. Қарамай одан да 7,5-ға алып кетейін конкретно. 7,5-ға келмейді. Бірақ нормальный баға беріп ғой, конкретно айтып тұрмын ғой бауырым. Мен пантик алайын деп тұрған жоқпын ғой конкретно. Давай бүйтейік. Ертең соңға барамыз конкретно. Зың состоянсы. Жоқ, зың болғанда қарасаң, мына фарды ауыстыру керек, мына трещина. Аш капотны. Өзіңе уверенсің ба бауырым? Зың. Айтып тұрмын ғой, мынаның жанында менің Lexus GS300-м жақсы, пуля бар ғой. Хоть 5 цилиндр қандай болса да, например.